Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін корейский салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде каналға жазылып, менімен бірге болыңыздар. Сіздермен бір құпиямен бөлісейін. Негізінде бұл салат ресторандағыдай болып шығу үшін біздің қырық жапырағымыз 10 минут қайнаған ыстық кәдімгі суда тұру қажет. Ең алдымен сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз, және де қырыққабатымызды кубиктеп турайтын боламыз, видеода көрсетілгендей етіп, және де 10 минут қайнаған суда ұстауымыз қажет. Сонда жақсы болады. Және де үстіне шекер, тұз, бұрыш, уксус және соя, және де күнбағыс майын құятын боламыз. 3 сарымсағымызды өткізіп алып, жақсылап барлығын бірге араластыратын боламыз. Шанышқымен болса шанышқымен, қолмен болса қолмен араластырамыз. Өзіңізге қалай ыңғайлы, солай араластырыңыз. Мінекей біздің корейский салатымыз дайын болды. Яғни кәріс салаты деп айтады қазақша. Бұл рецепті бірі білсе, бірі біле бермейді. Мен сіздерге тура ресторандағыдай болып шығатын рецептпен бөлісіп отырмын. Егер де сіздерге менің видеом ұнаса, арнама тіркеліп кетіңіздер.